Барлық киносүйер қауымға сәлем. 2022 жылдың үздік фильмдерінің келесі соңғы шығарылымы. Ал бүгін біз экшн жанрына шолу жасаймыз. Хан кино каналы сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Бізге Мстительдің соңғы 2 бөлігін сыйлаған бюджеті $200 миллион болатын ағайынды Руссоның «Серый человек» фильмі. Сюжетке сәйкес, ЦРУ түрмеде отырған Курт Джентриді жұмысқа алады, және ол Сері 6 кодтық атымен арнайы агент болады. 18 жылдан кейін келесі тапсырма кезінде кейіпкер құпия бағдарламаға қауіп төндіретін ақпарат тасымалдаушыны алады. Картаны басшыларға беруден бас тартып, агент 6 бұрынғы әріптестерін ғана емес, элиталық жалдамаларында нысанасына айналады. Әр элиталық наемниктер мықты агенттің көзін жоюды құрмет санайды. Бесшабашные агенты, которых вы посылаете, когда официально сделать этого нельзя. А ты верно Ллойд? Как ты догадался? По усикам, такие мерзкие, чисто Ллойд. Тамаура. Осы жылдың ең жарқын премьераларының бірі Uncharted бейне ойындар сериясының көптен күткен фильмде бейнеленуі. Фильмнің басты кейіпкері Натан балалар үйінде үлкен ағасы Сэммен бірге өскен жас авантюрист және ұры жайында. Алайда ол ағасын көрмегеніне 15 жылдан асты. Бір күні тәжірибелі қазына іздеуші Виктор Салливан Натанға келіп, Фернан Магелланның көптен бері жоғалған қазыналарын іздеуге шақырады. Виктор Салливанның ағасы Сэммен таныс екенін білгенде, артынан ағасын тауып алу үшін бұл ұсынысты қабыл алады. Он типа убить меня пригрозил. Не трогай ухо, выглядишь полным придурком. А это еще кто? Я друг Салли. У Салли нет друзей, я знаю, я одна из них. Біреудің қызықсыз кешін көркейтетін тамаша ойын-сауық экшн фильмі «Быстрее пули». Божья коровка лақабатымен танымал кәсіби жалдамалы кісі өлтіруші өзінің кураторы атынан жаңа тапсырмаға келіседі. Ол жұмбақ чемоданды ұрлау үшін Мариокаға бара жатқан пойызға отырады. Дегенмен күтпеген қиындықтарға тап болады. Анықталғандай, одан басқа тағы да бірнеше киллер пойызда осыған ұқсас мақсатпен кетіп бара жатыр екен. Бұл сапарды тоқтаусыз қанды қырғынға айналдырады. Мы идем по графику. Все, что как... Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. Это хреновая сделка. Келесі «Черный краб» фильмі. Постапокалиптикалық соғысы фонында ерекше скандинавиялық атмосферасы бар өте қызықты ғылыми фантастикалық экшн фильмі. Жақын болашақтағы 5 жылдан бері азамат соғысы жүріп жатыр. Басты кейіпкер жағы қақтығыстың жеңілісін алдында тұр, және оқиғаларға қандайда бір әсер ету үшін команда конкишілер тобын мұздатылған архипелагтың арғы жағына жібереді. Олар осы соғысты аяқтай алатын қандайда бір жұмбақ капсуладан тұратын өте құпия жүкті жеткізуі керек. Добро пожаловать на операцию «Черный краб». Не все смогут дойти до конца. Трансформердің режиссері Майкл Бейдің динамикалық блокбастері «Скорая» фильмі. Оқиға айықпас дертке шалдыққан әйеліне операт жасау үшін ақшаға мұқтаж болған бұрынғы сарбаз Уилл Шарптың оқиғасы. Ол қылмыскер өгей ағасы Дэннидан көмек сұрайды. Ол оны банк тонауға тартады. Алайда бәрі ойдағыдай бола қоймайды. Ағайындар фельдшер және ауыр жараланған полицеймен бірге жедел жәрдем көлігін ұрлауға мәжбүр болады. Басты кейіпкердің басынан өткеретін көп нәрсе болатын, бас айналдыратын погоня басталады. Прости, брат. Прости, что втянул тебя в это дело. Берегитесь! Бежим! Не попади в копа! Идемся домой. В банк я не собираюсь. Да уж, пожалуйста, а то я останусь без работы. Рождестволық қаракомедиялық триллер «Жесткая ночь». Рождество мерекесін тойлау үшін жиналған Дайтстоундар отбасы жайында. Кенет үйді қарулы қарақшылар басып алады. Қылмыскерлердің мақсаты ақшаны қолға түсіру болатын. Бірақ бақыттарына орай шабуылдың ортасында кенеттен сарайдың төбесінде нағыз аяз ата пайда болады. Ол балалармен оның айналасындағы әлемнен көңілі қалып ішіп кетеді, және де бүкіл ашуын қылмыскерлерге бұрайын деп тұр. Вообще-то с меня все и началось. Санта обязательно придет к тебе.
Это плохие парни. Они есть в моем списке. Адамзат игілік үшін әрекет ететін тыңшылардың өте құпия ұйымы туралы шытырман оқиғалы фильмдер сериясының триквелі «Кингсман. Начало» фильмі. 1914 жылы әлемді соғыс шарпыды. Әйелінен айырылған Оксфорд герцогі баласы Конрадты соғыстан аулақ ұстауға бар күшін салып жатыр. Бұнымен қоса ол соғыстың артында жасырын күштердің тұрғанын біліп, оның көзін құрту үшін тыңшылық командасын құрады. Бұл кезде Конрад патриоттық сезімі оянып, майданға барады. Да, мой пастырь. Решим наш спор как джентльмены. Ішінара шынайы өмірдегі экшн соғысына негізделген «Двойная петля» фильмі. Корей соғысы ақш әскери теңіз күштерінің миссиясы кезінде дос болған екі ұшқышты баяндайды. Бірде келесі тапсырманы орындау кезінде достардың бірінің ұшағы атып түсіріліп, жау аумағына құлайды. Қолбасшылық оны өлді деп санап, құтқару операциясын жүргізудің еш мәні жоқ дейді. Алайда жолдасын қиыншылықта қалдырғысы келмеген досы тәртіпті бұзып, қауіпті құтқару миссиясына аттанады. Главное, не забывай. Иногда спускаться с небес к нам на землю. Рядом! Не паникуй, Джесси! Наверное, сложно быть Лучшим пилотом. Эрих Ремарктың әйгілі соғысқа қарсы романы «На западном фронте без перемен». Бұл жолы Netflixтен үшінші фильмге экранға шығуға мүмкіндік алды. 1917 жылғы бірінші дүниелік соғыс жүріп жатыр. Күні кеше ғана 17 жасар Пол Баумер достарымен бірге Германия империясының әскеріне алынып, Францияның солтүстігіне аттанар алдында шеруге шығатын Германияның темір тұлпар жастары туралы ұстаздық патриоттық сөзін ықыласпен тыңдаған болатын. Бірақ жігіттерді Париж бен даңқтың орнына азапты ұят пен өлім күтуде. Ложись! Ты должен быть смелым. Достар, видео ұнады деп үміттенемін. Арнаға жазылып лайк баса кетіңіз. Келесі көріскенше.